ұлтқа қызмет ету деген мен үшін, яғни бір саланы таңдап, соның түбіне жету деген түсінік. 4 тілді білетін, сұмдық анау-мынауға дес бермейтін, керемет ұрпақ өсіп келе жатыр бізде. Қазақтың жастарының миын жат ағымдар улап жүр. Шыңғыс ханның заманынан бері дейді, жердің аумағын немен өлшеген білесің бе? Зиратпен өлшеген. Зиратпен, құлпытаспен өлшеген. Яғни анау жотада менің атам жатыр. Мынау жотада менің атам жатыр. Мына жердің бәрі менікі. Орыстар айтады ғой, против лома нет приема, если нет другого лома дейді ғой. Жат ағымдарда бізде негізі кез келгенімізде иммунитет бар. Ол нәрсеге біздің ішімізде. Сол себепті сол бөтен идеологияға тойып алған жастарды құстырып, өзіміздің қазақы идеологиямызды тығудың дәл қазіргі уақыты келді деп есептеймін. Жастарыңның бәке иммунитеті келмей жатыр ғой. Қазақтың бүкіл мәдениетін, қазақтың бүкіл дәстүрін харам қылып жатыр ғой. Өзімнің істей алмайтын нәрсеме біреуді үгіттеуім керек деген менде бір сұрақ пайда болды. Әлемнің деңгейінде шығатын жастар көбейіп келе жатыр, байқайсың ба? Мен мына бәріне айтам. Жалпы мына мемлекет ауыстыру, отан ауыстыру деген ол шешеден қайта туумен бірдей. Жалпы сол біздің өскелең ұрпақты жан-жақты зиялы етіп тәрбиелеп, жан-жақты оқытып, білімін дамытсақ, дәл осындай радикализм болмайды біздің елде деген дүниеге сенесің бе? Бәке, өзің айтшы сол мақалды. Бос жатқан жер жау шақырады деп жауап берген мәселе. Мына қазақтың сөйлеген сөзін естісең, құрышың қанат дейді. Не деген әдемі тіл деп айтады. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Қоғам даусында бүгін жаңа қонақ, ол еліміздің теріскейін аманат етіп жүрген жалпы ұлт қайраткері, қоғам белсендісі, Тәуекел ұйымының төрағасы Бурахан Даканов. Бәке, қош келдің. Рахмет, әбеке. Қалай жеттіңіз, аман есен? Өте тамаша. Сонау айдаладан алыстан атамекеніміздің солтүстіктегі қақпасы, қорғаны, ақындар мен батырлардың елі қасиетті Қызылжардан сенің бір звоногың үшін келдім. Мен ана жақтан мен анау-мынау нәрсе үшін қозғала қоймаймын. Білемін, осы үшін сыйлаймын ғой дәке сені. Құрметтеймін. Негізі Бурахан дегенде халықтың ойына бірден келетін дүние, ол әрине көші-қон мәселесі. Иә. Жаңағы оңтүстіктен солтүстікке көшіру деген сияқты. Қазіргі таңда Бурахан тек оңтүстікпен емес, ол кәдімгі жан-жақтан да өзіміздің қандастарымызды елге әкеп жатсың. Негізі, мынадан бастайықшы әңгімені. Оңтүстіктен солтүстікке өзің де өз заманда көшіп бардың. Иә. Бұл сенің ішкі қазақи рухыңа қалай әсер етті? Себебі біз сенің патриотизм деген дүниені тек жалаң сөз емес, іспен көрсетіп жүргеніңді көріп жүрміз мысалға. Және екінші дүние, бұл жерде ұлтқа қызмет ету деген ұғымды сен өзің қалай түсінесің? Жалпы негізі ұлтқа қызмет ету деген түсінік менде бір басқаша қалыптасқан. Мен жалпы негізі отан, мемлекет деген затқа бір үлкен орман ретінде қараймын. Ол орманның ішінде әртүрлі ағаштар барады. Бір аққайың болады, бір емен ағашы болады, мүмкін қарағаш болуы мүмкін. Тіпті арам шөбі болмаса да ол орман емес. Және де мен ойлаймын, кім қай ағашына су құйса да сол орманның игілігі үшін істейді деген сияқты. Міне мысал сен әбеке өзің дәл қазіргі уақытта осы әлеуметтік желілерде осы біздің жалпы негізі тарихи мәліметтерімізді, басқа да қазіргі уақытта қоғамда актуалды болып жатқан тақырыптарды дер кезінде көтеріп бүкіл халыққа жіберіп жатсың да. Яғни көзімізді ашып жатсың, қоғамның көзін ашып жатсың. Сен де яғни өз салаңда, өзіңнің салаңда максималды түрде елге қызмет етіп жатсың. Мен де сөйтіп ойлаймын. Қысқасы айтқан кезде біздің біреу тіл мәселесінде бойынша активист болуы мүмкін, біреу тағы басқа бірдеңке. Мен мысалы өзім сол үлкен орманның жаңағы қорғанын бекітумен айналып жатқан азаматпын деп ойлаймын. Сол себепті ұлтқа қызмет ету деген мен үшін, яғни бір саланы таңдап, соның түбіне жету деген түсінік. Енді жаңағы басында айтқан сұрақ бойынша, жаңағы қазақи рухыңа қалай әсер етті деген кезде, жалпы мен негізі 2021 жылдары мына Жетісуда өмір сүріп жаттым. Ол кезде мына Алмасбек Садырбаев деген азамат болған, қазір сотталып жатыр өкінішке орай. Мен сол кісінің Шопан ата деген қауымдастығында, қысқасы айтқан кезде, соны басқардым мен.
Жалпы негізі бұл солтүстікке көшу идеологиясы мына сол 2020-2021 жылдары өздеріңіз есіңізде болса, мына Жириновский, Зюганов дегендер кәдімгідей мына біздің солтүстік өңірлер, елдің солтүстік өңірлері, олар исконные русские земли деген сияқты кәдімгідей информационный взброс кетті. Жалпы негізі енді орыстар айтады ғой, против лома нет приема, если нет другого лома дейді ғой. Жалпы мен ойладым, идеологиялық тұрғыда біз тек идеологиямен ғана соғыса аламыз деп ойладым. Сонымен не керек, мен өзім жаңағы өзімнің әлеуметтік желімде ойбай бір құлаштап тұрып, солтүстікке қазақтың қанын құю керек, бүйту керек, сөйту керек деген бір үлкен пост жазғым келді шынымен. Сосын бүйтіп ақырындап саралап қарасам, сол уақытта бәрі жазып жатыр да. Фейсбугі бар адамның бәрі сол тақырып жазып жатыр, солтүстікке көшті. Бірақ ешқайсысы ішінде мен көшіп бара жатырмын, менің артымнан еріңдер деген ешкім жоқ. Соны мен қарап отырдым да, неге мен өзімнің істей алмайтын нәрсеме біреуді үгіттеуім керек деген менде бір сұрақ пайда болды. Сонымен не керек, әйелім айттым, осылай бастыққа айттым, Алмасбекке осындай солтүстікке қойшыларды көшірейік. Яғни солтүстікте үлкен бос жатқан жерлерге кәдімгідей қойшыларды көшіріп, қойдың санында, адам санында арттырайық деген сондай бір идеологиямен жұмыс пайда болған болатын. Бірақ өкінішке орай сол уақытта бір үлкен қуаңшылық болды да, сосын қойшыларды қозғай алмадық. Бірақ енді айтылған сөз атылған оқ демекші, мен айтып қойғаннан кейін сонымен артымнан көп адамды бастап, мен әлі күнге дейін Фейсбуктағы жазбам есімде, қысқасы айтқан кезде солтүстік өңірлерге қазақтың қанын құю керек деген, мен өзім және 4 баламмен 6 қазақты апара жатырмын. Менімен бірге еретін кім бар дейді, мен сөйтіп ең басты бастаған едім. Сол уақытта менің артынан бір 20 шақты отбасы ерген болатын. Астанада біз бәріміз кезігіп жартысын, біраз көп бөлігін Павлодарға кетті, біраз Қостанайға кетті. Сосын бір 5-6 семьяны бастап өзім солтүстікке барып қоныстанған болатын. Сонымен не керек, солтүстікке барып келдім. Енді мына жалпы былайда қазіргі солтүстікке келіп жатқан азаматтарға, немесе сырттан келіп жатқан қандастарға оңай деп ойлаймын. Өйткені қазіргі қандастар, мысалы оңтүстіктен келген азаматтар болсын, мысалы Қытай, Өзбекстаннан келген өзіміздің қазақ ағайындар жалпы солтүстікке келген кезде келетін жерлері бар да. Алдарынан күтіп алатын Бураханы бар, маңғыстаулықтар күтіп алатын Мансұры бар, мысалы да. Ананы күтіп алатын мынау бар, Қайраты бар, Әнуары бар, жалпы да. Бірақ біз көшіп барған заманда бізді ешкім күтіп алмаған еді. Қысқасы айтқан кезде, біз көшіп барған кезде бізді ешкім күтіп алмаған болады. Дәл қазіргі уақытта негізі күш өте бір жайлы, байыпты жүріп жатыр деп есептеймін. Сонымен ең керек, ең бірінші келген кезде мен мына нәрсені түсіндім. Жалпы солтүстік өңірге көшіп келген азаматтарды бір ресми артынан қолдап тұратын, мұнын айтатын бір ешқандай организация жоқ екенін байқадым. Жалпы мен мына солтүстікке көшіп келген азаматтарды үзеңгілестер, жаңағы мақсаттастар деп атаған жақсы көремін де. Және сол үзеңгілестер мен мақсаттастардың арқа сүйер бір дүниесі болу керек деген түсінік болды мендер. Сол арқа сүйер дүниесі осы тәуекел деген үйімді ашқан бар. Оның атын да жайдан жай қойған жоқпын, өйткені рухы өліп қалған адам өзің білесің тәуекелді бел бола алмайды. Енді жарайды, мынау оңтүстік өңірден көшу деген ол бір кішкене оңайырақ дүние болуы мүмкін. Бірақ мемлекет ауыстыру деген, мен мына бәріне айтам. Жалпы мына мемлекет ауыстыру, отан ауыстыру деген ол шешеден қайта туымен бірдей. Яғни қайтадан елге келген кезде 9 ай біздің үкімет толғатады. 1 жыл толғатуы мүмкін. Құжатың жасалмай жатады, бірақ жаңа құжат аласың. Жаңа азаматтық аласың. Жол жүру ережесі де, мысалы Қытаймен бөлек, мысалы бізге менің офисіме көптеген Қытайдан келіп жатқан азаматтар бәрінің айтатыны сендердің жаңа белгілерің бөлек екен дейді. Жүріп үйренесің, және оларда иероглиф, олар біздің не кириллицаны, не латиницаны танымайды. Міне. Шешеден қайта туымен бірдей деген осы. Сол кішкентай баланы жетектеп, қатарға қосып, социализация, адаптация, интеграция мәселелерімен айналысып атқан ұйым, сол менің тәуекел ұйымым. Мен соның иесі, һәм қолбасшысы, һәм әмірімін, брат. Мықты. Бәке, мынау ата бабамыз біздің жерімізді бізге аманат етіп қалдырды. Жаңағы
қазақ даласының кез келген жерін ата бабамыз шынымен де найзаның ұшымен, білектің күшімен қорғады. Оны барлығымыз білеміз, оқып та жүрміз. Әсіресе ол кісілер мына солтүстік шекараға да өте қатты мән берді. Өзіңіз білесіз, мысалға Жәңгір ханның кезінде де алатын болсақ, мысалға әкесі Есенбеккеннен кейін ағасы Жәнібек Жәңгірдің таққа отырғаннан кейін таққа таласпау үшін Жәңгірдің өзі де солтүстік аймақтарды күзетемін деп сол жаққа кеткен болатын. Абылай ханны да білеміз, солтүстік аймақтарға кеткен болатын. Ата бабамыз айтып отырғандай өте қатты мән берді. Аманат етіп қалдырды солтүстікті бізге. Ол да ақиқат. Мысалға дәл сол ата бабамыздың аманатын біз қазіргі таңда қалай орындай алып жатырмыз ба? Осы ата бабаларымыздың ерлігі қазіргі жастарға қалай үлгі болып жатыр? Осы жайлы айтып беріңізші. Жалпы негізі сұрағың өте дұрыс. Мен ойлаймын, мұна тек қана солтүстік емес, бағана басында өзің айтып өткендей бүкіл қазақтың жері, әр шөкім жері, мына оңтүстікте Түркістанның маңайы болсын, Алматы болсын, тіпті анау Маңғыстаудағы жерлер болсын, бәрі осы біздің елімізге, өзімізге, бізге, Семей, маған аманат етіп қалдырылған жерлер деп ойлаймын. Бірақ дәл қазіргі уақытта мына заман талабына сай өздеріңіз білесіздер, мына Қазақстан Республикасындағы халықтың саны тең дәрежеде бөлінбеген. Дәл қазір уақытта мысалы Түркістан облысына Шымкент қаласын қосқан кезде 3,5-4 миллион адам өмір сүреді. Ал біздің нақты солтүстік Қазақстан облысында 520 мың адам ғана өмір сүреді. Енді өзіңіз ойлап қарап көріңіз, былай логикалық тұрғыдан өзінде қараған кезде де, егер қайықтың бір шетінде көп адам отырып, бір шетінде аз адам отыратын болса, ол қайықтың алып кететіні ақиқат. Мына жерде алып кеткенде тек қана экономикалық тұрғыда да емес, демографиялық тұрғыда да емес, басқа әртүрлі салаларда бізде тепе-теңдік жоқ. Және мен осы дүниені өзгерту мақсатында, оны жаңағы тек қана солтүстік Қазақстан облысының шекарасында деген ғана, оны күзету деген ғана мына жерде біздің миссиямыз деп ойламаймын. Шығысқа да көшіріп жатырмыз, мысалы Қытай шекарасының арасында да. Енді Өзбекстан, Қырғызстанның арасында, енді өзбек, өз ағам, қырғыз деген жаңағы бір туған деп айтылады ғой. Енді мен ойлаймын, жалпы бізге нәубет атам заманнан берге солтүстіктен келген. Көбірек біздің нәубет. Бірақ енді мына жерде мен бір жаңағы жапа шеккен ұлт ретінде ғана сөйлегім келіп тұрған жоқ. Өйткені заманда біздің шалдар барды, Мәскеуде бір емес екі рет өртеп жіберді, қаншама жеретін. Алдында мына Терцті жазып жатырды, Қазақстан осылай жаңағы Алтын Орданың ұрпағы анау мынау деп жазған кезде жаңағы бір нелер жазып жатырды. Онда осындай не төлесін деген сияқты. Сонда біздің қазақтың бір жігіті жазып қойыпты да, осы уақытқа дейін, Алтын Ордаға дейін, бері уақытқа дейін төленбеген салықтың құнын Россия бізге берсін деген сияқты. Анау сұмдық жауап болып кетті де сол кезде. Шынымен қазіргі уақытта мына геосаяси үлкен платформада жалпы біздің мына Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев дәл қазіргі уақытта бірнеше салалар арқылы біздің осы суверенитетке нақты әсерін беретін өте бір керемет қадамдар жасап жатыр деп ойлаймын. Жалпы бағанағы Алтын Орданың тікелей ұрпағы деген сияқты мысалы. Мен мына бізде айтады ғой, біздің мына тарихымызда көбінесе айтады, біздің тарихымызда Керей мен Жәнібектен бастайды да, жоқ дегенмен. Біздің ең бірінші ханымыз ол Жошы. Біз Жошы хандығынан тараған, Жошының тікелей ұрпағымыз. Жошының өзі бізде мына Ұлытаудың жерінде жатыр. Оны өзіңіз алдында барып қайттыңыз ғой. Жошы сонда жатыр. Оның мына жағында Мәскеуде 2 рет өртеп кеткен Тоқтамыс жатыр. Оның жанында Ақ Орда, Көк Орданың бегі болған Едіге жатыр. Мына жақта Жошы ханның шешесі жатыр. Жалпы негізі біз дәл осы тұрғыда ата мекеніміз біздің сол Алтын Ордадағы ең үлкен бір идеологиялық мұрагері деп санаймыз. Және әмбе, мен бағана айтып отырсың ғой, сен ата бабалардың жолы қалай әсер етті деп. Жалпы мына біздің солтүстік өңірлерде өзіңіз білесіз, мына өңшең мықты сері, сал сері дегендеріңіздің бәрі біз жақта өмір сүрген. Ақан сері, Самалкөлден 90 километр жерде. Мағжан Жұмабаев, Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов, Балуан Шолақ, Шал Ақын, Құлөке Батыр, Құлсары Батыр дегендердің бәрі сол біздің солтүстік өңірлерде өмір сүрген. Шоқан Уәлихановтың өзінің бала күні. Жалпы Шоқан Уәлихановтың сен бұйырса бізге солтүстікке келген кезде сол кімнің Айғанымның қонысына мен сені міндетті түрде апарайын. Және бұл идеологиялық тұрғыда бізге солтүстіктегі
осы мемлекет құраушы ұлттың санын көбейту деген нәрсе ол өте маңызды деп ойлаймын. Қысқасы экономикалық тұрғыда көп ойлайды бұл солтүстікке көш деген мәселе тек қана жаңағы адам санына қатысты бірдеңке жоқ. Бұл жерде демографиялық мәселе, экономикалық сұрақтар, идеологиялық мәселе. Қысқасы айтқан кезде бір оқпен 7-8 қоянды алу мәселесі жатыр деп ойлаймын. Сол себепті бұл дүние біздің қазіргі жас ұрпаққа сен қалай әсер етіп жатыр дейсің ғой. Сол дүниені сезінуге өте үлкен әсерін беріп жатыр деген пікірдемін мен. Құрметті қазақ елі, негізі неге біз солтүстікке көшуіміз керекпіз деп сұрақ қояды ғой көбісі жаңағыдай. Біз патриотпыз, өзіміздің еліміздің патриотымыз дейтін жандардан да ондай сұрақтар өтеді да. Мен сол кезде Бураханға осы сұрақты қойған болатынмын өз заманда. Бәке, неге солтүстікке көшу керек қазақтар деп. Сол кезде Бураханның бір ғана жауап берді, бір ғана мақалмен. Бәке, өзің айтшы сол мақалды. Бос жатқан жер жау шақырады деп жауап берген мәселесі. Иә, әне, көрдіңіздер ғой, бос жатқан жер жау шақырады. Бәке, енді түсінікті. Оңтүстіктен көшіріп жүрдің солтүстікке. Оның арасында жаңағы қандас бауырларды да көшіріп жүрдің. Қазір әжептәуір көшіріп жатсың қандастар. Қандастармен осы жердің тұрғылықты халқының айырмашылықтары кәдімгідей бар ма? Осы менталитет жағынан болсын, басқа жағынан соны байқадың ба сен? Не айырмашылықтар бар бір-бірінен? Өзің елестетіп көрші. 1,5 миллиард Қытайдың арасында өмір сүріп жатсың. Балаларың қазіргі уақытта, дәл қазіргі уақытта Қытайша оқып жатыр. Бірақ сен қазақы идеологияңды, қазақ тіліңді, қазақ діліңді, діл деген менталитет. Әрине, білемін. Дініңді дәл қазіргі уақытта айтқан кезде ислам дін. Соның бәрін сақтап, қысқасы айтқан кезде сарымайдай сақтап отырған адамсың. Бірақ сенің жаңағы жоныңа қазаншының өз еркі қайдан құлақ шығарса демекші, сол бір ел саған ақырындап идеологиялық тұрғыда қысым көрсетіп отыр. Сен қорқып жатсың, сенің жағдайың бәрі бар, үйің бар, малың бар. Бірақ не? Ұрпағың өзге ұлтқа айналып баратыр, тілін ұмытып баратыр. Осындай ұрпағымды қазақ қылайын, өзге елде сұлтан болғанша өз еліме ұлтан болайын деп арып ашып, қашып, үрім қырым асып, қашып келіп, сөйтіп келіп жатқан қазақ. Ондай қазақ бізге пайдалы ма? Әлде осында отырып ап, диванда жатып ап, ой, өкімет жаман, анамын, сенің комментарийлеріңде и так көп қой сондайлар. Бетің табақтай болып осындай нәрселер айтып жүрсең бірдеңке деген сенің хайттарыңды мен всегда көрем. Сондай адамнан, ал жаңағындай елім, жерім деп келген адамның айырмашылығы қанша? Оның үстінде, мысалы, мен оңтүстік өңірлерден адамдарды көп көшіремін. Бірақ Қазақстан Республикасының азаматы, ол Қазақстан Республикасының кез келген жерінде өмір сүруіне хақысы бар. Өйткені солтүстік Қазақстан деген ол түрме емес. Мен де түсінігім осындай. Бірақ мен енді мына жерде артық айтқаным емес, бірақ оңтүстік өңірлерден жаңағы Жетісай, Сарыағаш, Қызылорда, жаңағы Арал жақтардан, мысалы осы Алматының маңайынан да, Талдықорғаннан да көшіріп жатырмыз. Қаскелең, Шамалғаннан көшіп келіп жатқандар көп бізде. Солардан көрі олар ан жаққа келіп 5 жыл ішінде өмір сүріп ұнамай қалса қайтып кеткен адамнан көрі анау айдаладан келіп орныққан қандастың сол жерде қалатын мүмкіндігі өте жоғары. Өйткені оның қайтып баратын жері жоқ. Ол қайта барады. Қайтадан сол бүкіл бәр нәрсесінен бас тартып кеткен Қытайына қайтып бара ма? Бармайды. Ол осында келіп, сол солтүстіктің жан санын көбейтіп, мал санын көбейтіп, экономикасына, демографиясына, идеологиялық бағытына өте үлкен және ең бірінші біздің мемлекет құраушы ұлттың, біздің ұлтымыздың басын біріктіріп тұрған қазақ тілінің сұранысын арттыруға үлкен себебін тигізіп жатыр. Мен жалпы былай деп ойлаймын. Мына сырттан келген қазақ деген ол, мына дер кезінде мына ауырып өзге ұлттың идеологиясымен, тілімен ауырып атқан біздің қоғамға дер кезінде салынған инъекция деп ойлаймын, брат. Дер кезінде салынған антидот. Қысқасы айтқан кезде дер кезінде салынған екпе. Дәл солай болып отыр қазір. Енді қара. Бәрі жақсы ғой әрине. Енді мынау көп жерлерде сен сұхбаттарда, біраз жерде өзіңнің бейнежазбаларыңда айтып жүрдің да, мен мынау солтүстікті қазақтандыру деген нәрсеге мен ондай терминге қарсымын дедің. Себебі ол жақта өзіміздің қара көздер тұратын,
өзіміздің жаңағы қазақтанған жері қазақтың жері ол, сондықтан олай айтпаңдар деген сенен бір ренжулерді де естіген болатын негізі. Иә, сөзіңе 100% қосыламын. Енді қара, сұрақ, енді солтүстік қана емес, біздің Қазақстан жалпы көп, біздің елде көп ұлттар тұрады. Иә. Этностар 130-ға жетіп қалды. Иә. Жан жақтан келген қандастардың, жалпы солтүстікті алайықшы, сол жаққа көшіп барған қандастардың сол тұрғылықты халықпен сыйысып кетуі қалай жүріп жатыр? Менталитет басқа деген. Жақсы. Менталитет басқа болуы мүмкін. Климат басқа болуы мүмкін. Анау басқа болуы мүмкін. Мынау басқа болуы мүмкін. Бірақ не? Қан ортақ. Қан ортақ. Жалпы негізі сен бағанағы басында айтып отырған сөздерің өте дұрыс. Мен мына қазақтандыру деген сөздің өзіне қарсымын да. Бірден-кейін бір дыру деген жаңағындай жұрнақ не қосу, ол мысалы бір жерде құрғақ, сол жерде ылғалдандыру деген сияқты, яғни ол нәрсе ол жерде жоқ деген сияқты түсінік алып келеді. Ал ондай сөзді солтүстік Қазақстан туралы айту ол әбестік. Мына мен саған қайталап айтайын. Анау мынау Алаштың тіреп тұрғандарының біразы, Кенесарының өзі, Шоқанның бар, анау Шалақының бар, Құлекең бар, тағы кімдер жаңағы Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов, Мағжан Жұмабаевтарың бар. Бәрі біз жақтан шыққан. Ал ондай асылдарды тудырып тұрған жерде сен қалай қазақтандыру деп айтасың? Ол бізді қазақтандырып тұрған жер деп ойлаймын. Бірақ енді заманына сай дәл қазіргі уақытта ол жақтағы қазақтардың саны салыстырмалы түрде азайып қалды. Бірақ есілдің оң қанасын атам заманнан арғын, сол қанатын керейлер мекендеген. Ол біздің ата бабамыздың жері. Заманында ол ана көшім хандығының бір бұрышы болған. Көшімді білесің ғой, өзің тарихта оқып жүрсің. Одан кейін жаңағы сен айтып тұрсың ғой, интеграция мәселесі. Мысалы Қытайдағы ағайынның көбі кім екенін білесің бе? Моңғолиядағы мысалы. Руларын білесің бе? Найман, Албан, Суан. Негізгі бөлігі керейлер. Ал бізде солтүстік Қазақстанда қазіргі уақытта арғындар өмір сүреді, және керейдің ашамайлы бақты өмір сүреді, ашамайлы буын өмір сүреді. Ал олар керейдің абақ бөлігі. Бір керейден тараған, тіл ортақ, идеология ортақ. Сол себепті ол адам қалай өзін сол жерде бөтен сезіну керек. Но бірақ басқасы бірден айтамын. Енді әр елдің салты басқа, иттері қара қасқа дейді. Мына көпшінің ішінде бірнеше жындылар болады. Ішінен шығып алып, оралман деген кезінде қашып кеткен, анау мынау бірдеңке ұлтын сатып кеткен, басымызға нәубет келгенде бала шағасын алып шетел асып кеткен деген сияқты. Сондай бір ақымақ адамдар да бар арамызда. Ол біздің бүкіл Қазақстанның жерінде сондай ақымақ адамдар бар да. Мен соларға айтамын да. Алдымен тарихты оқы. Мына Шәуешек Үрімжі деген жер заманда бар ғой, былай болған екен. Бір қызық әңгіме нетейін. Бір күні мына Моңғолияның бір видеосын көрдім де. Сонда Моңғолияның бір видеосында айтып жатыр да, жерде Улан Батырда бір үлкен шалдар бір-бірімен айғайласып жатыр. Ойбай, ан жақта Баян өлкеде қазақтар осылай, бірдеңке деп сөйтіп айтып жатыр да. Жаңа қазақ мектептері бар деген сияқты. Енді ол жақта да ұлтшылдық қосып келе жатыр қазір. Сонда тұрып, анжедегі тұрып бір ақсақал айтады да, профессор. Шыңғыс ханның заманынан бері дейді. Жердің аумағын немен өлшеген білесің бе? Немен? Зиратпен өлшеген. Зиратпен, құлпытаспен өлшеген. Яғни анау жотада менің атам жатыр. Мынау жотада менің атам жатыр. Мына жердің бәрі менікі деген түсінікпен өлшеген. Ал Баян өлкеде мұңғылдардың зираты өте аз, сосық қызанарлық. Қысқасы айтқан кезде сонымен осылай ақырындап нетіліп отырды. Мен де айтқым келіп отырғаны осы. Мына Шәуешек, Үрімжі деген жақтарың, қазір мысалы маған Күнес, Құлжа жақтардан қазақтар келіп жатыр да. Бәрі ата бабасының жерінде отыр. Және оны оралман қашып келген деген адам ақымақ. Оның үстіне мына Өзбекстанда неше биіміз жатыр, айтшы? Төле биің жатыр, әйтеке биің жатыр. Екі биің жатыр. Сонда сенің кезіндегі шалдарың, сол билерің заманда қашып кеткен қашқындардың билері ме? Абсурд қой. Бұл деген кейбір осы біздің қоғамымыздың ішіндегі кейбір ағайындардың тарихтан бейхабар болуы, және тарихты сезінбеуі. Әмбе біздің заманымызда үлкен мемлекет болғанымыз, 4 үлкен империяның тікелей ұрпағымыз біз. Біз тек қана Алтын Орданың ғана емес, көк түркілердің, басқа да
мақтым ғұн империясының заманында аттылы еділ қаған бар, бір ауыз сөз үшін бар, бір имді құлатып келген сол шалдардың тікелей ұрпақтарымыз да бізде. Әмбе мына жердегі тұрған мына Өзбекстанның жері, біраз жері, Ресейдің Орынбор, Омбы. Енді мен сені әгі үйрететін жағдай емес, енді осы мәселелерді өзіңді айтып жүрсің, өзің түсініп отырсың ғой мен не айтқым келіп отырғаны. Қысқасы айтқан кезде қазіргі уақытта қандастардың 90-95% ол өзінің ата қонысынан келіп жатқан қазақтар. Мысалы. Міне сондай бір кішкене бір кер тартпа адамдардың мінездері болады да. Ал былай келген қазақтар, міне дәл қазіргі уақытта мен мысалы мына оңтүстіктен келген қазақтардан көрейін, қандастардың бәрін бір жерлерге қауымдастырып орналастырып жатырмын. Өзіңде видеоларын көріп отырсың, қазір осы подкастқа да бетіне қойып қой. Бақытты өмір сүріп жатыр. Бақытты өмір сүріп жатыр. Және біз қазіргі уақытта біздің тәуекел үйімі былай деп ойлаймын. Менің істеп жатқан жұмысым, мына Ахмет Байтұрсынов айтады да, ел бүгіншіл дейді, менікі ертең күшін дейді. Менің қазіргі мына улап, шулап, айғайлап, бетіп шақырып атқандарым қазіргі мына буынға, қазіргі мына дізеге буынына аса бір қатты бір көрінбеуі мүмкін. Бірақ дәл қазіргі уақытта мен солтүстіктің құнарлы қара топырағына Маңғыстау, Қызылорда, Тараз, Қытайдан келген қазақтар, Өзбекстаннан келген қазақтар, Ираннан, Ауғаннан, Монғолия, Ресейден келіп жатқан қазақтардың дәніне келіп жатырмын. Ол дән ертең 15-20 жылдан кейін маған өнімін көрсетеді. Әрине. Ойлашы, әрбір қазақтың кемінде 3 баласы бар. Әрбір қазақтың, оңтүстіктен келген қазақтың, әрбір қазақтың кемінде 5-6 баласы бар. Ал енді мен орыстың әйелдерінің бір жақсы көретін жерім бар да, олардың қатындары 2 баладан артық тумайды да. Демек мен Түркістан облысы Бәйдібек ауданынан 6 баласы бар бір қазақты алып келсем, солтүстік өңірде өзге ұлт отбасының 3-еуімен Тараз басын теңестіремін. Сол себепті мен болашақ үшін жұмыс істеп жатырмын. Әрине. Енді қараш, жаңа бұл жерде бір айта кететін дүние, мен үшін Бурахан тек солтүстікке көшіруші емес, мен үшін Бурахан тек дос емес, мен үшін Бурахан жалпы негізі өте мықты идеолог. Өздеріңізді көріп отқан боларсыздар, бұл кісінің идеологиясы өте мықты, қазақилығы мықты. Енді білем, бұл жайлы сен әңгіме қозғамайтынды, бірақ бәке, досым ретінде сұрайыншы мен сенен. Қазіргі таңда өзің білесің, қазақтың жастарының миын жат ағымдар улап жүр. Қазаққа мүлдем келмейтін идеологиялар миларын кәдімгідей жастарымыздың біздің улап тастаған. Ол ақиқат. Оны өзің де біліп жүрсің, мен де көріп жүрмін. Әлеуметтік желіде күнде талқылау болып жатыр. Ойбай, домбыраның өзіне қарсы шығып жатқандар да бар қазіргі заманда. Солардың, сол жат ағымдардың қазақтың жастарының миын улауы ертеңгі күні бізді неге алып келеді, бәке? Жалпы мен былай ойлаймын. Жалпы былай. Адам қарын ашқан кезде кез келген дүниені жей береді. Мысалы, сен бір 10 күн су ішпесең, сен судың таза кіріне қарамай іше бересің, білесің бе? Дәл сондай өте бір қорқынышты, одан 10 есе қорқынышты рухани ашығы деген зат бар. Рухани аш адам ол кез келген идеологияны өзіне жұта береді. Ол жаңағы арабтың идеологиясы ол мүмкін, орыстың, Қытайдың идеологиясы, Американың жаңағы ЛГБТ идеологиясы ол мүмкін. Бәрін шет-шетінен жұта береді. Дәл қазіргі уақытта біздің қазақтың қоғамындағы жас болсын, кәріс болсын, біз жалпы бір идеологиялық тұрғыда дүбәрі болып кеткеніміз ол анық. Не түрткі болды оған? Оның түрткі болғанын енді... Өзіңнің ойыңды айтшы. Енді не деп айтайық? Анализ жасайсың. Жақсы, заманда бағанағы ақтабан шұбырынды кезінде мықтылардың бәрі кетті. Бас көтер алатын, ел бастай алатындардың бәрі кетті. Бәрін алып тастады. Сонымен өңшең жарлы жалпы өкіметке бір қарсы несі жоқ, бір өмірдің ағынымен ағып жатқан сондай бір қазақтар қана қалып қалдық. Сен де мен де сондайлардың ұрпағымыз. Сенің кем дегенде екінші атаң қойшы болды десе, мен шаталаспаймын деп ойлаймын. Сен атаң Ибраш кім болды мысалы? Қойшы болды. Қойшы болды.
өңшең қойшы, жалшы, жұмысшы, сондайлардың біз ұрпақтарымыз, оны біз мойындауымыз керек. Біздің заманымызда бүкіл шалдарымыздың бәрін бас көтеретіндердің бәрін қырып жіберді. Сол себепті бізге бас болатын адам қалмай қалды деп ойлаймын. Идеологиялық тұрғыда мына кезінде алаштықтар өте бір күшті істеген нәрсесіне бізге бір идеологиялық маяк керек болды. Идеологиялық маяк керек болып, толғатып кімді тудырды? Абайды тудырды. Жалпы мен бүйтіп ойлаймын, Абайдың заманда Абай сияқтылар көп болған, бірақ оны жаңағындай танытатын мұхтар болмай қалғанда пиарщик. Мүмкін. Ол мүмкін емес, ол нақты. Өйткені Абайдың дәрежелес адамдары да сол заманда өте көп болған. Шығысында, батысында, оңтүстігінде. Тек қана соны танытатын мұхтары болған жоқ. Ал алаштықтар бізге не керек болды? Бір идеологиялық маяк. Алаштықтар өте жақсы жұмыс істеп кетті. Мысалы, қазіргі уақытта мына қырғыз, башқұрт, татар, басқа да біздің түркітектес ұрпақтардың, халықтардың жаңағы өздерінің төл әріптерін жоғалтып алуы, және көп сөздердің үндестік заңына толығымен бағынбай қалуы неге деп ойлайсың? Олардың Ахмет Байтұрсынов болған жоқ. Біздің Ахмет Байтұрсынов келді де дыбыстарымыздың бәрін жіліктеп, біздің нақты направлениямызды қойып берді. Соның арқасында екеуміз қазір анық сөйлесіп отырмыз. Әрбір әріп, әрбір үндестік заңына бағынатын сөздер бізден бір таудың сылдыраған бұлағандай болып естіліп жатыр да. Жалпы. Мына мысалы көптеген шетелден келген азаматтардың видеолары болады ғой. Мына қазақтың сөйлеген сөзін естісең, құршын қанат дейді. Не деген әдемі тіл деп айтады. Міне, біздің идеологиялық тұрғыда немен айтып отырдық вообще, не нәрседен бастадық? Жат ағымдар жастарымыздың миын улап жатыр, бәке. Сен солтүстікті ойлап отырсың. Қазір біз мына жақта жат ағымдар туралы әңгіме айтып отырмыз. Жат ағымдар жастарды улап жатыр. Міне, жақсы. Міне, сол уақыттан бері міне сондай мықты идеологтарымыздың бәрін құртып тастағаннан кейін, дәл қазіргі уақытта біз кімнің артынан ерерімізді білмей қалдық деп ойлаймын. Нақты бағдар көрсететін дүниелер болмағандықтан кейін адам не істейді? Адам ана бір жылдыраған нәрсеге қарай жүгіреді. Соның арқасында біз идеологиялық тұрғыда дүбәра халық болып қалғанымыз сол себепті деп ойлаймын. Енді дәл қазіргі уақытта бұл нәрсенің шешімі бар. Мен бүкіл бәр нәрседен баз кешіп, ойбай, бізде болашақ жоқ деп айтуды ең жек көретін адаммын. Жоқ. Біздің өзіміздің тарихтан ойып алған орнымыз бар. Мың өліп, мың тірілген бұл қазақтың енді қайтып өліп жоғалуы не қайбіл. Қысқасы айтқан кезде біз көретін нәрсені көрдік, иммунитет алатын жерде иммунитет алдық. Мына көп азаматтардың мына қара аспанды төндіріп айтатындарын мен бір жек көремін де, ойбай, қазақ тілі құрып баратыр, бүйтіп баратыр, мемлекет ретінде бүйтіп баратырмыз, анау-мынау. Тұра тұр. Біз 20 миллион халқы бар, орасан зұл мемлекетпіз. Әлемде 9-ші орын аламыз. Қысқасы айтқан кезде. Мысалы өзің елестетіп көрші. Мысалы, мына орасан зор үлкен Ресейдің жері әлем бойынша ең үлкенде. Бірақ оны орыстың жері деп айтпайды. Оны жаңағы, о жерде башқұрттың жері де көп, якуттың жартысын кесіп тастасаң, жартысы Якутия, мысалы. Мынасын кесіп тастасаң Башкирия, мынасын кесіп қалсаң Ноғайстан. Сөйтіп бөлініп кетеді. Ал мына орасан зор үлкен жерде кімнің жері деп айтамыз біз? Қазақтың. Қытайдың жерінде Қытайдікі демейді ғой? Міне, көрдің бе? Идеологиялық тұрғыда біз негізі мықты мемлекеттердің біріміз. Біздің бір қазіргі сәтіміз, бұлай енді салыстырмалы түрде тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл болды. 30 жасында кім болдың сен, Абзал? Біздің тәуелсіздік алғанымызға енді еңбектеп өзіміздің жаңағы жүгенімізді өзіміздің қолымызға алғанымызға 35 жыл болған мемлекетпіз. Бізді жаңағы неменде, бірақ қазіргі уақытта біздің өкіметтік идеология өте жақсы жұмыс жасап жатыр. Біздің үлкен негізгі тарихымызды сонау Алтын Ордаға дейін апарып, біздің баяғыдан бәрі осы жердің иесі екенімізді әлемге паш етіп жатыр деп ойлаймын. Сол себепті тұрғыда айтқан кезде қазіргі жат ағымдар деп айтып отырсың ғой. Жат ағымдарда бізде негізі кез келгенімізде иммунитет бар.
ол нәрсеге біздің ішімізде. Сол себепті сол бөтен идеологияға тойып алған жастарды құстырып, өзіміздің қазақы идеологиямызды тығудың дәл қазіргі уақыты келді деп есептеймін. Енді қара, иммунитетке тойып алғанбыз деп отырсың. Иә, келсем. Бірақ үлкен өкінішке орай сол жат ағымдарға, радикалды ағымдарға деп айтайыншы, кейбір жастарыңның бәке иммунитеті келмей жатыр ғой. Қазақтың бүкіл мәдениетін, қазақтың бүкіл дәстүрін харам қылып жатыр ғой, мысалға сөздің ашығын айтқанда. Бірақ осы дүниемен дәл қазіргі сәтте қыстыруымыз керек деп жатсың, иә? Қалай қыстырамыз қоғам болып? Не істеуіміз керек ол үшін? Бір шешімін айтшы болса. Жалпы негізі бар ғой, жаңағы домбыраны харам, анау-мынау деген нәрселер, жаңағы біздің батырларымызды бүйтіпті, сөйтіпті деген сияқты аңыз әңгімелер көп кетіп жатыр ғой. Иә. Сондай нәрсені мен негізі өзім дұрыс түсінбеймін. Мына мен ислам дінін құрметтеймін. Ислам діні деген кәдімгідей 1000 жылдан бері келе жатқан, оның біздің мына идеологиямызға, қазақ болып қалыптасуымызға өте көп үлесін тигізген идеологиялардың бірі. Қысқасы айтқан кезде мен оны сыйлаймын. Бірақ дәл қазіргі уақытта осы біздің жаңағы имамдар болсын, кішкене діндарлар болсын, жаңағы біздің қазақи идеологиямызды, қазақи жаңағы индивидуализмімізді жаңағы сыпырып тастап, өздерінің діндерін насихаттау барысында өзі бір мына ислам дінін қорғағысы келе ме екен, бүйткісі келе ме екен, сондай бір дүние істеуге тырысады. Мен айтам да, 1400 жыл бойы әлемді дүркіреткен, адам санынан әлемде 2-ші орынға алып отырған үлкен ислам діні біз сияқты мынандай адамдардың, ұсақ түйектердің қорғауына әмбе ұлттың идеологиялық тұрғыдағы тарихи деректерімізді алмастырып, оны өзгертуге ол нәрсе мұқтаж емес деп ойлаймын. Дәл қазіргі уақытта біздің жат ағымдарға жаңағы жастарды икемдеп жіберу, осы біздің арамыздағы өзіміздің қазақ жаңағы мұсылман діндарларымыздың осындай бір жаңағы тарихи деректерді неғұрлым бір асыра сілтеп пайдалануының арқасында болып жатыр деп ойлаймын. Жалпы біз енді ислам діні елге келмей тұрып, бір құдайға сенгенбіз, көк тәңірге сенгенбіз. Ислам діні бізге келген кезде ислам насихаттаушылар жаңағы сұрайды ғой, енді құдай, неше құдайларың бар деген кезде, бізде бір-ақ құдай бар деген, онда бізде бір құдай бар деп, сөйтіп біздің ата-бабаларымыз дінмен синхронға түсіп, сөйтіп мұсылман ел, енді толыққанды мұсылман ел болмаса да, бірақ жеткілікті деңгейде мұсылмандық идеологиясы басым елге айналды деп ойлаймын. Бірақ дәл қазіргі уақытта мына идеологиялық тұрғыда әлемдің жат жаңағы осы әрбір діни радикалдардың осылай тарап кетуінің себебі бағана басында айтып отырғанымыздың біздің иммунитетіміздің әлсіздігі. Өйткені қазіргі уақытта әр өзі мұсылманмын деген қазақ өзінің жаңағы баласын тұсауын кестіреді. Мысалы, 40-нан шығарады, үйтеді, бүйтеді. Біздің сол баяғы ұлттық дүниетанымымыздан қалып дүниені әлі күнге дейін істеп жүр. Ал қазір көптеген мына радикалды салаларға кіріп кеткен жігіттер соларды харам шерік дейді. Бағанағы домбыра деген мәселе. Ол домбыра деген біздің индивидуалды түрде ұлт қып бөліп тұрған идеологиямыздың бір негізгі қаруының, негізгі бір ұстап тұрған бағанның, тұғырының біреуі емес пе? Домбыра деген. Сол домбыраның арқасында біз қаншама күйлеріміз, қаншама ақындарымыздың әндері осы біздің елімізге келіп жетті. Егер сол домбыра болмаса, бұның бірде біреу жетпесе деп ойлаймын. Дұрыс айтасың. Бәке, мынандай сұрақ. Көп тыңдаймын сені, көп оқимын сені, дін туралы өте көп білесің. Өте көп білесің. Кейбір мынау Фатиха сүресін ғана жаттап алып, пәтуа беріп жүргендердің жанында діннен шынымен сенің хабарың бар адамсың. Оны мен білем. Қайдан алынған білім бұл? Жалпы негізі уақытында мен 7-8 оқу жүрген кезде біздің ауылымызға бір молда жігіт келген болатын. Сол молда жігіттің жанында жүріп, ол бізде жаңағы медресе. Бізде Өскемен қаласында Ақжол деген медресе болды, жаңағы жас мұсылмандар шәкірттерді үйретеді.
сол медресеге баруды бізді үгіттеді, біз соның артынан кетіп қалдық. Соны Өскеменде мен кәдімгідей 1 жыл медреседе оқығанмын. Жаңағы өзімнің құралпастарымның, шәкірттердің алдында бірінші болмасам да екінші орынды берген жоқпын. Нөмір 2 мүәддін болғанмын. Қысқасы айтқан кезде жаңағы Құран оқу деген сияқты нәрселер, Ясин сүресін жатқа білдім заманында мысалы. Мүлік сүресін, Ясин сүресін жатқа білген жас балалардың бірі болған бірі мен едім. Сол себепті менде міне сен осы уақытқа дейін қанша мен видеомды көрдің. Мен ешбір видеомда ешбір дінді жамандап көрмеген. Өйткені мен маған мысықтың түсі маңызды емес, тышқан ауласы болды деген сияқты. Маған адам қазақ болса болды. Ол мұсылман қазақ па, христиан қазақ па, буддист қазақ па, әлде құдайға сенбейтін қазақ па, алқаш қазақ па, маған бәрібір. Мен сол қазаққа қызмет етуім керек деген менің сондай бір түсінігім бар. Өзің елестетіп көрші, мысалы Қабанбай заманында. Мына ауылда жақсы адамдар тұрады деп, сол ауылды ғана қорғап, мына ауылда жаман адамдар тұрады деп, ол ауылды қорғамаса, ол қазір біздің екеуміздің арамызда естелік болып тарихта қалар ма еді Қабанбай? Жоқ. Әрине. Көрдің бе? Мен де түсінігім сондай. Ол сол қазақтың өзінің Құдайға деген сенім жолының таңдауы. Ал оның таңдауын сыйлау деген, ол біз сияқтылардың нақты бір ұстанымы болу керек деп ойлаймын. Сол себепті маған бір аса маңызды емес. Мұсылман дінін де сыйлаймын, христиан дінін де сыйлаймын, бүкіл діндерді сыйлаймын. Оның әрбір өзінің идеологиялық әлемде біздің еліміздің қалыптасып қалған бір тарихи осындай бір шешімдері, осындай бір нәтижеге жеткізген бір септерінің бірі ретінде қараймын. Шыны керек. Сен осы жерде негізі өзің түсіндің ба, түсінбей қалдың ба, бір әдемі месседж тастадың, негізі алып қарайтын болсақ. Қазіргі таңда бізде үлкен өкінішке орай бар. Дініне қарап бөлу, ұстанымына қарап бөлу деген сияқты. Соның барлығына біз мән бермей, барлығының ұстанымын, барлығының дінін сыйлай отыра, барлығын бір жинап, мемлекетшілдікке итермелеуіміз керек та. Өте дұрыс. Сол дүниеге біз қалай жеткіземіз? Дініне, ұстанымына қарамай, біз мемлекетшіл болу керекпіз. Мына ел, жер біздікі, біз нақты бір болуымыз керек деген дүниеге қалай жеткіземіз? Жалпы мына бөліну деген нәрсе біздің қанымызда бар. Мойындау керек. Біз туаса бір руға бөлінеміз, анда бөлінеміз, өсе келе шала қазақ болып бөлінеміз, дұрыс қазақ деп бөлінеміз. Қысқасы айтқан кезде бар ғой, мына бөліну деген біздің қанымызда бар зат. Бір жағынан ойлайында, осы бөліну деген зат біздің бір кемшілігіміз емес, мүмкін артықшылығымыз сияқты деп те келеді. Деп ойлайсың ба? Деп ойлап қалам кей кезде. Өйткені мына мен бүйтіп ойлаймын. Жалпы бірдеңкенің астына бірігу деген нәрсені мен бір утопия деп көремін. Неге? Білмеймін. Мен ойлаймын, халық, қоғам тек бір сәтте ғана бірігу керек деп ойлаймын. Ол не сәтте? Сырттан жау кіріп келген кезде. Сол кезде бір идеологиялық тұрғыда бірігіп, қысқасы айтқан кезде сол сырттан келген угрозаны жаңағы өшіруге, қарсы тұруға және жеңуге арналу керек деп ойлаймын. Ал басқа уақытта біздің әрбір қазақ өзіміз индивидуал түрде дамуымыз керек деп ойлаймын. Біз басында айтып отырмын ғой, біз қазақ деген кішкентай халық емеспіз. Бізге мына қырғыздар қарап айтады, ойбай, не деген үлкен мемлекет депші. Біз мысалы орысқа жұтылып кетуге, Қытайға жұтылып кетуге қорықсақ, қырғыз ағайын қазаққа жұтылып кетем ба деп қорқады. Мысалы, мына бүкіл әлемге бытшын шығарып, әрқайсысына өзінің өктемдігін жүргізіп отырған Израильде 6 миллион еврей бар. Жоқ, өзің елестетші. Мына ойбай, Дания, Нидерланды, анау-мынау айналасында 4 миллион адам өмір сүріп отыр. Швейцарияңда 5 миллион адам бар. Олардың жанында біз деген кәдімгідей 20 миллион адам деген оңай емес деп ойлаймын. Әмбе бізде қазіргі уақытта әлемнің деңгейінде шығатын жастар көбейіп келе жатыр, байқайсың ба? Байқаймын. Мәна, Гуглда жұмыс істеп жүрген балалар, Илон Маск де. Мысалы, мына бізде кім деген бар? Мұхтар Тайжан деген бір мықты қоғам қайраткері бар. Соның ұлы Санжар Тайжан, білесің бе кім екенін? Кім? Илон Масктың белгілі бір батарея бөлімін басқаратын соның бастығы. Санжар Тайжан. Мықты. Өзің елестетіп көрші. Димаш Құдайбергеннің өзіне болады.
мә Димаш Құдайбергенде бізге бір Құдайдың бере салған бір сый деп ойлаймын. Сұмдық қой мынау. Одан да басқа азаматтар қанша. Дұрыс айтасың. Қазіргі уақытта анандай мықты бір уақыт келе жатыр. Өзің елестетіп көрші. Қазақтың күн наңғыра, туып келе жатыр ма? бір қызық айтайыншы. Біздің қазақтың баласы негізі идеологиялық тұрғыда дәл қазіргі уақытта кез келген ұлттан мықты. Қара. Орыстың баласы орыстың тілін ғана біледі. Қытайдың баласы Қытайдың тілін ғана біледі. Дәл қазіргі уақытында мен көшіп отыр алып келген қандас, мысалды Қытайдан алып келген қандастың баласы қазақ тілін жетік біледі, Қытай тілін жетік біледі, ағылшын тілін жетік біледі. Ойлашы, мына жақта орыс тілін жетік біледі. Жаудың да тілін білу керек. 4 тілді білетін, сұмдық анау-мынауға дес бермейтін, керемет ұрпақ өсіп келе жатыр бізде. Сенің көрмеген нәрсеңді, біздің көрмеген нәрсемізді сол ұрпағымыз жасайды. Мұнда тұрған, солтүстігімізде тұрған орысқа да дес бермейтін, ан жақта тұрған Қытайға да дес бермейтін, аяқтыға сөз, аяқтыға жол, ауыздыға сөз бермейтін, мықты бір сері сырттан ұрпақтар өсіп келе жатыр қазір. Сен мен видеоларымды көріп жүрсің ғой. Ана жерде өзің ойлашы, өмір бойы Қытайдың иероглифімен оқып келе жатқан бала, 10 жасар бала, мұнда келіп бір айдың ішінде кириллица мен латиницаны үйреніп алып, сыныбының ішіндегі ең үздік оқушылардың қатарына кіріп жатыр. Не деген сұмдық деймін бұл? Қай бала ондай мықты ынтызар? Біздің балалар мықты сондай. Қысқасы айтқан кезде. Сол себепті мен сенем, мен білем, заман келеді. Қайтадан аумалы төрекпелі заман келеді. Заманда біздің ата-бабаларымыз әлемді билеген. О заман деген не ол? Бүйтіп бір өсіп, бүйтіп бір құлап бір. Және біз мұна қазір бұлай келіп, бұлай көтеріліп, нәбіру шырқау жетуімізге аз қалған жоқ деп ойлаймын. Аз қалған жоқ деп ойлайсың ба? Аз қалды деп ойлайсың ба? Аз қалды деп ойлаймын. Аз қалды ма? Көп қалған жоқ деп айтқым келген. Түсінікті. Енді қара, бәке, білімдісің, ризамын, өтте білімдісің, сөз саптауың да бөлек, расымен де өте көп оқыған азаматсың ғой негізі. Қазіргі таңда мен қазір бір нәрсе айтайыншы, мынау радикализм деген дүние бар ғой, сол сауатсыздықпен тепе-тең жүретін дүние ғой. Білімің болмаса, сен жаңағыдай сен айтқандай жан-жақтың ағымдарына еріп кете бересің. Радикализм. Тек менікі дұрыс, сенікі қате, анауың сенің ұстанымың қате деп жүресің мысалға. Жалпы жаңағы өскелең ұрпақ туралы айтып жатсың, өте білімді жастар өсіп келе жатыр. Мен сенем деп жатсың. Жалпы сол біздің өскелең ұрпақты жан-жақты зиялы етіп тәрбиелеп, жан-жақты оқытып, білімін дамытсақ, дәл осындай радикализм болмайды біздің елде деген дүниеге сенесің ба? Әрине сенем. Әрине сенем. Өйткені, мысал қараш, ол үшін не істеуіміз керек? Қара экраны, қара олдырықты өмірі көрмеген, білмеген адам, оның қара олдырық екенін білмеген адам, үстелдің үстінде қара олдық тұрса, оны жемейді. Оны білмейді не екен. Қысқасы айтқан кезде. Ал егер оны бір татып, оның өзінің жаңағы дәмі аштығы, мен ақтауда жүргенде жеген, мен шыны керек. Дәм маған ұнамады енді. Шынымды айтайын, олдырықтың дәмі ұнаған жоқ. Соны білген адам олдырықтың не екенін біледі. Сол себепті жалпы деп ойлаймын. Дұрыс айтып отырсың. Ақты ақ, қараны қара деп көрсету үшін адамға, онда сол нәрсені ақ қып, қара қып, және оның түзу қате екенін білдіретін не болу керек? Білім болу керек. Біздің қазіргі уақытта мұна жаңағы кім біреу айтқан екен, кольт алды да мықты мен әлсіздің арасын теңестіріп берді, және интернет келді де бай мен кедейдің арасын теңестіріп берді дейді. Кім ойлаған? Осыдан 5-10 жыл бұрын осылай әлеуметтік желіде сенде 300 мың жаңағы жазылушы, менде 200 мың жазылушы, осылай отырып алып елдің алдында осындай әңгіме айта аламыз деп кім ойлаған? Енді менің айтқым келіп отырғаны, бұл деген өте үлкен жауапкершілік деп ойлаймын. Дәл осындай беріліп тұрған мүмкіндікті біз не үшін пайдалануымыз керек?
біз осы қазақтың жастарының дұрыс жолға жүруіне пайдалануымыз керек. Мен негізі бұндай бір мүмкіндікті өмірімде бір рет жасадым. Мына жердегі осы сіздің жазушылардың көбі білу керек. 2017 жылдары мен ВКонтакте желісінде Бөрілі Байрақ деген ұлтшылдар қауымдастығын құрдым. Сол ұлтшылдар қауымдастығын құру арқылы мен жүздеген мың қазақтың баласына мен идеологиялық сана сіңірдім. Мен қазақпын деген түсінік. Басқа ұлттардан біз биік екеніміздің түсінігі, және өзіміздің артықшылықтарымыз, ұлттық салт дәстүр, және біздің замандағы мықты болған сияғылардың өмірі туралы керемет информацияларды сол кезде сіңдірген болатын. Және ондай тәжірибе менде бар. Енді дәл қазіргі уақытта сондай дүниені сен жасап жатсың. Мен саған риза болатын себебім де осы. Есіңде бар ма, екеуміз сен бір рет маған екеуміз хабарласып, сен ойбай мынау орысша айтқаныма адамдар хейт етіп жатыр, анау мынау деп сөйтіп айтқан кезде, мен қоям, қоям деген кезде, сол кезде мен саған хабарласып не дедім? Мен бүйтіп айттым, ей дедім, ана мәңгүрт қазаққа, қазақ тілін түсінбейтін қазаққа мен ештеңе жеткізе алмаймын. Біз бір қазаның ішінде қайнап жатырмыз деймін де. Мен өз қазақтардың арасында ғана өтуі мүмкін менің мына идеологиялық, жаңағы ұлттық деңгейдегі бірдеңке, батырлар, хандар деген әңгімелеріміз ол. Сен мені түсінетін, адам түсінетін құлақ қана түсінетті. Ал анжақта мәңгүрттеніп құлағы бітеліп қалған, бірақ жаны қазақ, қаны қазақ адамға мен жеткізе алмаймын, менде ондай мүмкіндік жоқ. Сол кезде мен саған не деп айттым? Абзал дедім. Қолынан келіп тұрма, мәңгүрт қазақты қатарға қос. Қайтып келген мал жақсы. Көндір сол арт деген кезде сен қайтадан тіріліп, осы жолыңды он еселеп кеттің. Дұрыс па? Есімде. Мен андай көп сонда жаңағында орысша айтқан кезімде астында өзің қазақша сөйлемейсің бе, бірінші сен неге орысша сөйлеп тұрсың дегендер көп болды. Сол кезде мен оның бәрінен шаршап, мен болдым деп саған звондағаным бар, хабарласып. Болды, мен қоям. Деген сол кезде негізі шынымен де мені ұстақпаған бұраған болатын. Қойым, ол кезде мен оқырман саным 20 мың ба, 15 мың ба сондай ғана болатын, қателеспесем. Ол кезде сен бір қатты танымал болған жоқ. Сен менің арқамда адам болғансың. Сөйтіп отыр. Мықты айттың. Мықты айттың өте. Ал енді, бәке, өзің көшіріп жүрген, өзің тұрып жүрген солтүстігіңді 10-15 жылдан кейін қалай елестетесің? Және мынау көшіп келіп жатқан, көшіп келем деуші қандас бауырларға, оңтүстіктен немесе еліміздің басқа жерлерінен солтүстікке көшем деуші ағайындарға бір айтарың болса, айтып қал. Бір-бірімізге септігімізді тигізейік. Тамаша, рахмет. Бәке досым, саған ризамын. Құдай маған бір 10 дос берсе, сол 10-ның ең соңғысы өзіңсің. Рахмет. Қысқасы былай әңгіме. Жалпы негізі 10-15 жылдан кейін деп айтып отырсың ғой. Мен қазір мына елге оңтүстіктен қандастар, шетелден қандастар көшіріп жатырмын. Сен өзің елестетіп қараш, 1,5 миллиард Қытайдың арасынан өліп қалмай, тірі келіп бәсекеге қабілетті болып келген адам 1,5 миллиард Қытайдың арасында. Біздің солтүстік Қазақстандағы 500 мың адамды көріп не істейді? 500 мың адам деген Қытайдағы адам үшін ол бір қала. Біздің облыста 500 мың адам бар. Мен ойлаймын, уақыты келген кезде мынау оңтүстіктен көшіп келгендер, жаңағы Қытайдан, Монғолия, Өзбекстаннан көшіп келген өңшең мына бәсекеге қабілетті өте бір мықты қауым біздің солтүстік Қазақстан облысын түрлендіреді деп ойлаймын. Идеологиялық тұрғыдан болсын, демографиялық тұрғыдан болсын, және экономикалық тұрғыдан болсын. Уақыты келген кезде 15 жылдан кейін біздің Петропавлдың аты Қызылжар деп аталатынына мен сенемін. Қызылжар қаласы болады. Жандағы Смирнов, Мамлютка, Сергеевка, Булаев деген атаулардың бәрі ауысып, қазақша Қызылжар, жаңағы Сергеевканы мысалы Құлеке қаласы деген сияқты, Булаевты Мағжан қаласы. Булаев деген ол Мағжан Жұмабаев ауданының орталығы Булаев деген қала. Сөйтіп өзгеріп кетеді деген мен үлкен сенімім бар. Және сол жолға біз өте үлкен үлес қосып жатырмыз деп ойлаймын. Жақсы, жаңа айттың ғой. Енді мына оңтүстіктен келетіндерге, қандастарға қандай сөз айтасың деп. Мен жалпы енді ақындар мен батырлардың елінен келгеннен кейін, жалпы менің мына ақындарды өзім ақын болмасам да ақындарды жақсы көремін. Менің ең жақын досым бар. Мерген Тоқсанбай деген, Көкшетаудың Мергені деген.
керемет ақын жігіт. Қысқасы айтқан кезде менің мына бір 10 досым болса, соның ішінде бір 4-еуі ақын. Сол себепті мына сынықтан басқаның бәрі жауап дейді. Мен өзім ақын емеспін, бірақ ақындардың өлеңдерін қатты құрметтеймін. Соның ішінде бір Талғат Ешенұлы деген кісінің мына менің дәл қазіргі атқарып жатқан жұмысыма қатысты шығарған бір өлеңі бар еді. Әлемде тарыдай шашылған қалың қазаққа арналады. Ағайын, тыңдаңыздар. Біз сіздерді елде күтеміз. Өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол. Уа бауырым, қобдалық Ташкенді хам өлгейлік. Қазақтың бір баласы тілдей осы қағазға датын жазды көлдей қап. Алтайдай зөрен селім, жарық күнде жау тиіп, жаттан құқай көрселім, құйысқаным көтерілсе суырылар деп қанынан ес тұтатын семсерім. Қар орманым, телегей көк теңізім, абадандай атамның алтын құрсақты анамның махаббатынан жаратылған егізім. Тілін тығып аузына, ділін тығып бауырына, сарымайдай сақтап отырған негізім, қоныс екі жарылған өріс от тарылған байтағым, шалдарының ет жүрегі ел жүреп, балаларының тұлымшағы желбіреп, ата жұртқа қашан қалай қайтарын кім білет? Соқыр мылқау керең болса ұлығым, арызымды кімге барып айтам? Қамаудағы қасқыр боп, сағынышың тасқын боп, сен де жүрсің қанша рет қара түнде қаштайдай қашқың кеп. Мен де жүрмін мына теріскейде солтүстікте қанша рет қара түнде есігімді аштым кеп. Жалғыз қара көрінсе емірене құшағыма басқым кеп. Сен ол жақта көзің жасқа тұнып бір, мен бұл жақта көкірегім ұлып бір, қарғадымда қауыша алмай отырмыз. Шекарада құлып тұр. Уа бауырым, кілт дөресі жүректегі кілт бұл, ашылмайтын есікті топсасымен жұлып кір. Қара басың қанды сайда қалса да, емшектегі балаңды, ей қазақ, емшектегі балаңды ел шетіне іліктір. Мойнымызға заман салған сынақ бұл, бір жауабын біз ғана табалатын сұрақ бұл. Қуат қылсаң өз еліңді, қуат қыл, суат қылсаң өз жеріңді суат қыл. Жыласаң да күлсең де, отаныңда жылап күл. Қара басың қанды сайда қалса да, олды жеткіз, тәңір жар деп артынан жүгеніңді лақтыр. Сенің басың ноқталы, менің басым оқтары, олы дала оянып ақ таңымның атқаны, ол қызымның шұрқырасып жатқан, ей астананың жымың қаққан оттары, масайраға маужыраған шақтары, бәрі қуантады, қорқытады нақтағы, шаңырағымда 40 рулы ұлыс бар, Қазақстан көгерсе екен деп тілеп, зарқып жүрген жоқ бәрі. Жұртты көріп маңайдаға бүлінген, ұлтты көріп өз жанынан түңілген, ей абзал, сен қорқасың айрылам деп тілімнен, ол қорқыныш па, мен қорқам айрылам ба деп елден мына түріммен. Бәрін қазақ көтерген, бәріне де еті өлген, қайыр күтпей біреуден я бүгіннен қысылғанда тәңіріне ғана жүгінген, тек мемлекеттің болашағынан ғана қорқамын. Әрнеге бір жалтақтап, әрнеге бір жүгірген. Уа бауырым, менің жаным сенің жаның тегіңнен, бабаларыңның қан мен тері төгілген, аналарымның жас пен сүті төгілген, жер ұйықты сақтау үшін қарызға ғана берілген, қарыз сүйем жерімізден айрылсақ, бізге жұмақ бола алмайды өмірде, бізге жаза бола алмайды өлімде. Уа бауырым, қобдалық Ташкенді хам өлгейлік, қазақтың бір баласы тілдей осы қағазға датын жазды көлдей қап, әуелден ақ тағдырымыз алағайда бұлағай, сен ешкімге қарамай, ештеңеге қарамай көшіңді түзе, бұқараңды баста кел, азаппен кел, тозақпен кел, қашта кел, үрім қырмаста кел, көшіңді түзе, күтпесе де ұлыға көзді өтпіп тосқан ел. Көрсек бірге туған елдің тойында, солтүстікте теріскейдің шәрбәттамын татайық, өлсек бірге туған жердің сайында, құшағымыз ажыраспай жатайық. Ағайын, мен сіздерді солтүстікте күтем. Тәуекел, теріскей бізге аманат.